Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көктем мезгіліне арналған салат жасап көрсетеміз. Барлығымыз көктем айын, көктем мерекесін күтіп жүргеніміз анық. Сондықтан көктемге арналған керемет салаттың түрін көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дәмі өте керемет, ауызда дәмі қалатындай салат, өте жеңіл, әрі оңай, үйдегі бар заттардан жасалады. Бізге алдымен капуста қажет, кішкене үйдегі капуста болса болады. Капустаны өте жұқалап, пышақпен турап аламыз. Туралған капустаны ыдысқа саламыз. Үстіне горох саламыз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Укропты жақсылап жуып тазалап, оны ұсақтап тураймыз. Бір дана қияр қажет. Оны ұзынша етіп алдымен турап, одан соң төрт бұрышты етіп турап аламыз. Мінекей укроп пен қиярды турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Алдын ала 3 дана жұмыртқаны қайнатып, асып алдым. Енді осыны ұзынша етіп турап, одан кейін төрт бұрышты етіп турап аламын. Мінекей жұмыртқаны турап алдым. Енді оны да ыдысымызға саламыз. Мінекей барлығы дайын. Үстіне тұз, қара бұрыш сеуіп аламыз. Тұз бен қара бұрышты басымдау салсаңыздар, дәмі жақсырақ болады. Үстіне бір ас қасық майонез және бір ас қасық сметана салдым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Ішіндегі тұз, бұрыш барлығына сіңіп араласуы қажет. Дәмі сонда өте керемет шығады. Барлығын араластырып болып, 5-10 минутқа қойсаңыздар болады. Немесе осылай да араластырып жақсылап жіберсеңіздер де болады. Өте керемет дәмді, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Көктемге арналған салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Жанар.